Hello, I'm Miss Шанат. Welcome to my channel. Сіздермен бүгін осы Top Stars кітабы Pupils Book бойынша осы 7-ші бөлімнің бірінші сабағын бастаймыз. Бірінші сабақ бізде 80-81 беттер екен. Бұл 7-ші бөлім бізде атауы buildings деп аталады, яғни ғимараттар деп аударамыз. My house менің үйім, my room менің бөлмем, and object және де заттар дейді бөлменің ішіндегі. Енді exercise number 1 мұқият болыңыздар. Listen, point and say. Тыңда, көрсет және де айт дейді. Мен қазір аудио қосамын, сіздер мұқият тыңдап, қалай оқылатынын көресіздер. Lamp. TV. Теледидар. Wardrobe. Wardrobe, киім салғыш. Rug. Кілемше. Ал түсінікті болды деп ойлаймын, қараңыздар. Lamp, лампа, TV, теледидар, wardrobe, киім салатын шкаф, киім салғыш, rug, бұл бізде кішкентай ғана кілемше, rug. Енді осы сөздерді жаттаймыз бұл сабақта. Exercise number 2. Listen and read. Тыңда және де оқы. Then answer. Одан кейін жауап бер дейді, Осыны оқимыз осы. Why is this a cool house? Бұл неге дейді, керемет үй дейді. Не үшін керемет күшті үй деп жатыр екен. Бұл бізде мәтіннің атауы. Cool house, керемет үй, күшті үй деп айтсақ болады. Енді мен қазір аудио жазба қосамын, мұқият бірінші тыңдап аламыз. Cool house. Wow, where's Pinocchio? He's over there, under the table. Where's Snow White? She's here, on the bed. Келесі. Where's Peter Pan? In the bag. Төртінші. Where's Tinkerbell? On the TV. Бесіншісі. Look, she's on the lamp. Wow. Ал енді біз сіздермен қазір осы оқиық және де аударайға келейік. Енді қараңыздар. Wow, where is Pinocchio? Wow, апырмай, Pinocchio қайда? He is over there. Яғни ол анда, under the table. Under дегеніміз астында еді, балалар. Яғни үстелдің астында деп жатыр екен. Міне үстелдің астында. Мынау бізде кім екен? Pinocchio тұр екен. Енді екінші суретке қараңыздар. Where is Snow White? Яғни бұл бізде кім еді? Мынау бізде кім еді? Қанеке естеріңізге түсіріңіздер. Естеріңізге түссе, неге тоқтатып қойып комментария жазып беріңіздер. Енді қараңыздар. Where is Snow White? Яғни бұл бізде Белоснежка, мультфильмдегі персонаж, кейіпкер. Белоснежка немесе Ақшақар деп айтамыз. Ақшақар қайда дейді? She is here. Ол мұнда дейді. On the bed. Яғни мына төсектің үстінде деп жатыр. Үшіншісіне қараңыздар. Where is Peter Pan? Яғни Peter Pan қайда деп жатыр екен? In the bag. Яғни сөмкенің ішінде деп жатыр екен. Міне сөмкесі ішінде деп жатыр. Енді where is Tinkerbell? Tinkerbell, яғни не ол? Бізде осы Дин-Дин деген фея бар, періште бар, пері бар. Ол мынау осы. Оны не деп жатыр екен? On the TV, яғни мынау теледидардың үстінде отыр. Теледидардың үстінде деп жатыр. Бесінші суретке қараңыздар. Look, қара, she is on the lamp. Wow. Қарашы, ол ненің үстінде? Лампаның үстінде екен. Айпырмай, керемет, вау, күшті деп жатыр екен. Вау деп, таңғалып. Міне, қараңыздар. Енді келесі ол бізде грамматика екен. Грамматикада сіздерге қазір мен нені түсіндіремін. Яғни where is, қайда деген, жаңағы мәтінден байқасаңыздар, where is деп сұрайды, қайда деген. Осы құрылымды үйренеміз сіздермен. Where is the cat? Үйде where is the cat? Мысық қайда деп жатыр. Where is, яғни бұл бізде жалпылама толық жазатын болсақ, where is болады. Яғни ол бізде қайда деген сөз. Қайда сөйлемнің басында тұрады. Қайда деп сөйлемнің басында тұрады. Үлкен әріппен жазылады, ұмытпаңыздар. Where is the cat? Мысық қайда? Яғни одан кейін не қойып тұрсыздар? Міне, одан кейін міндетті түрде зат есім дейміз ғой, яғни адам бола ма, зат бола ма, соны қоямыз. Where is the cat? Мысық қайда? Енді жауап береміз. Мысалға, оған не дейміз? On the sofa. Яғни мынау бізде диванның үстінде мысық жатыр екен. On the sofa, яғни диванның үстінде деп жатыр. Түсінікті болды деп ойым. On дегеніміз ол бізде не еді? On деген предлог ол бізде үстінде деген сөз, ұмытпаңыздар. Үстінде. Бұл бізде on деген предлог. Демеулік дейміз, үстінде деп аударылады. Яғни
алдында бізде үстінде сөздің соңында қойылады ғой, иә? Де, да дегенде, ал ағылшында да ол бөлек демеулік ең сөздің алдына қойылады екен, яғни зат есімнің алдына қойылады сөздің. Енді қараңыздар, where is a cat? Енді мысық қай жерде екенін табамыз. Біріншісі ол диванның үстінде еді. Диванның үстінде еді, иә? Екіншісінде қараңыздар, where is a cat? Мысық қайда? Under the bed. Яғни төсектің астында. Міне, төсек, bed, оның астында екен. Under ол бізде қалай аударылады? Астында. Астында. Ұмытпаңыздар. Under, яғни астында деген демеулік. Келесі, where is a cat? Яғни сұрақ қоямын, ал сіздер жауап бересіздер. In the bag. Яғни in дегеніміз ол бізде мынау. In деген демеулік, иә? Ол бізде ішінде деп аударылады. Ішінде. In the bag, яғни сөмкенің ішінде. Енді қараңыздар. Мұна астына қараңыздар. It is деген, иә? Яғни бұл it's деп қысқаша түрі болып тұр. It's here. Here дегеніміз мұнда деп аударылады, иә? Мына қолға қарасаңыздар, мынау мысықтың қасында тұр. Яғни here дегеніміз мұнда, мына жерде затымыз жақын, қасымызда тұр. Ал егерде it is there дейтін болсақ, мына қолға қараңыздар, ұзақта тұр, мысықта ұзақта тұр. Затымыз біздің ұзақта тұрған болу керек. Сонда біз қалай айтамыз? It is there, яғни it is there. There дегеніміз анау, анда деген сөз. It's here, ол мұнда, жақын жерде тұр. It's there, ол анда, ана жерде, ана жақта тұр деп. Осылай көрсетеміз, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Міне мысық ұзақта тұр. There дегеніміз тура there is, иә? Here is, иә? It is here. Ол мұнда, ұмытпаңыздар. Ол мұнда, жақын жерде. Мұнда деп аударамыз. Мұнда, иә? Жазып қоя салайық. Ал there дегеніміз анда. Анда, немесе ана жақта деп айтамыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Міне осы мәтінде қолданылған, иә, осының барлығы. Енді қараңыздар. Exercise number 3. Бұл жерде біз не істейді екенбіз? Look at activity 2 again and match. Яғни, мынау екінші тапсырмаға қараңдар да дейді. Одан кейін қайтадан не қылыңдар дейді? Сәйкестендіріңдер дейді суреттермен. Осы мультиктегі кейіпкерлердің мәтін бойынша қай жерде орналасқанын айтуымыз керек. Қараңыздар. Мысалға, міне қай жерде орналасқанына қараңыздаршы. Пиноккио бұл бізде үстелдің астында, дұрыс па? Енді қараңыздар. Пиноккио бізде үстелдің астында еді. Міне, астында еді. Сол үстелге байланысты, иә? Міне үстелдің астында еді. Сол себепті биге былай сыздық. Енді қараңыз, ақшақарды қарайық. Ақшақарымыз қай жерде екен? Ол бізде on the bed, төсектің үстінде. Енді төсекке қоямыз. Төсегіміз қайда? Міне, онда. Суретіне. Үшіншісі ол бізде дин-дин еді, пері. Дин-дин періміз қай жерде? Пері ма? Питер Пен ба? Питер Пен екен, міне. Яғни Питер Пен бізде қай жерде еді? Міне қараңыздар. In the bag, сөмкенің ішінде. Мынау бізде сөмке. Мен жаңа мына жерді көрсетіп жүрмін. Міне сөмкенің мына ішінде тұр. Сол себепті, кешіріңіздер, мен мына біріншісінде мына жерге белгі көрсетіп жүрмін. Міне сөмкенің ішінде. Яғни сөмке қалай? Міне былай белгілейміз ди суретіне. Ал дин-дин ол бізде қай жерде еді? Міне теледидардың үстінде. On the TV деп қойылды. Енді дин-динді теледидарға сәйкестендіреміз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Exercise number 5. Look, ask and answer. Қара, сұра және де жауап бер деп жатыр екен бізге. Енді қараңыздар, бұл жерде біз не тапсырмаларды істей аламыз? Қарап тұрамыз мына заттарға, сосын және де сұрап, және де тура осы үлгіде бір-бірімізден, қасыңыздағы сыныптасыңыздан, партнеріңізден жаңағыдай не істейміз, сұрайтын боламыз, сұрақ жауап аламыз. Тура осы Cool House деген осы мәтін бар ғой, тура осындағы сияқты. Where is the Snow White? In the bag. Егер зат ұзақта тұрса, қайсысын айтасыздар? It's here. Егер затымыз жақында тұрса, кешіріңіздер, затымыз ұзақта тұрса, it's there. Жақында тұрса, it's here. Жақында тұрса, it's here. Ұзақта тұрса, it's there деп айтасыздар. Ұмытпаңыздар, иә? Енді қараңыздар, бұл жерде where is the lamp? Лампа қайда деп жатыр екен? Қанекей лампаны істеңіздерші, қай жерде екен? On the desk. Мынау бізде лампа. Енді бізге не деп қойыпты? On the desk. Яғни, ненің үстінде екен? Үстелдің үстінде деп жатыр екен. Енді тура осылай, мына стрелка көрсеткен нәрселердің барлығын жазып шығатын боламыз. Енді қараңыздар, мен жауаптарын дайындап қойдым, қараңыздар. Where is the lamp?
яғни біз where дегеніміз осы заттардың қайда тұрғанын сұрау үшін сөйлемнің басында қайда деп қолданамыз. Енді where is the lamp? Лампа қайда? On the desk. Яғни мынау еді, иә. Екіншісі, яғни ненің астында, партаның үстінде екен лампамыз. Екіншісі where is the pen? Яғни ручка қайда? Қалам қайда? Міне ручка ненің ішінде тұр? Қарасаңыздар, кітаптың ішінде. In the book, яғни кітаптың ішінде. Үшіншісін қараңыздар, where is the apple? Яғни алма қайда деп жатыр екен? Міне алма. Енді under the bed, яғни төсектің астында. Мынау бізде төсек, мынау алма астында жатыр. Енді where is the doll? Қуыршақ қайда деп жатыр екен? Кәнекей, in the bag, мына қуыршақ мында тұр екен, ал ол сөмке, я сөмкенің ішінде. In the bag, сөмкенің ішінде. Where is the cat? Мысық қайда деп жатыр? Қараңыздар, мынау мысық тұр under the wardrobe. Яғни гардероб, мынау гардеробтың астында. Where is the TV? Теледидар қайда? Міне теледидар көріп тұрсыздар ғой, иә? On the table, яғни үстелдің үстінде. Where is the bowl? Яғни доп қайда деп жатыр екен? On the rack. Мынау бізде кілемше, кілемшенің үстінде деп жатыр екен. Түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни өздеріңіз осы партнерларыңызбен бір-бірлеріңіздің осы суретке қарай отырып, бір-бірлеріңізге where is деп осыны сұрап сіздер, иә, кезекпе-кезек. Енді біз қазір 5-ші тапсырманы істеп жүрміз. Мына 4 қалып кетіпті. 4 мына жерде істейміз. Қараңыздар. Look and write under, in or on. Яғни бізге айтады, қара, жаз және де мынау осы демеуліктерді қой дейді, иә? Мысалға жаз дейді. Under астында, мына ұмытпаңыздар. Under астында, in ішінде, on дегеніміз ол бізде қайсы еді? Үстінде еді. Жазайын ба, жазбайын ба? Under астында, жазып қойын, иә? Астында. In дегеніміз ол бізде ішінде, бір нәрсенің ішінде. Ал on дегеніміз үстінде. Енді қараңыздар, қазір осы видеоны тоқтатып қойыңыздар да, осы үшеу ғана тұр екен, қызық болсын деп, сіздер осының жауаптарын тоқтатып қойып, видеоны жауабын астына қысқаша in, on, under үшеуін осы сөйлемдерге қойып жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде тексеретін боламын. Қараңыздар, енді оқиық. Мынау бізде төсек, bed деген сөз. Bed. Енді бізде зат тұр. Яғни ол бізде кітап, book деген сөз. Міне book. Book, енді ол қай жерде тұр екен? Бізде book қай жерде тұр екен төсегіміздің? Енді жазуымыз керек. Where is the book? Яғни кітап қайда? Енді жауап береміз. Қалай? On, under, in. Қайсысы болады? Am, on болады, иә? On the bed. Төсектің үстінде. Where is the book? Яғни кітап қайда? Мен жалпылама сұрақ қояйын, не мына? Қалай қойсақ болады? Where is the book? Енді бізде where is the book? Яғни кітап қайда? Енді where is the book? Кітап қайда? Енді мына екіншісін жауап берейік. Where is the book? Енді кітап астында. Ненің астында? Диванның астында тұр. Енді диван астында тұр. Under дегенді қоямыз. Дұрыс. Under the sofa. Яғни диванның астында. Where is the book? Яғни кітап қайда? Міне кітап ненің ішінде екен? Сөмкенің ішінде. Міне кітапты байқадыңыздар ғой. Енді in деген еді. Дұрыс па? Енді in the bag. Яғни ненің астында екен? Төсектің жоқ, жаңағыдай сөмке ғой. Сөмкенің ішінде деп аударады екен біз. Енді мынаны үлкен мынау былай үлкен әріппен жазсаңыздар болады. Book, under дегенде мына. Былай. Under, in the bag деп. Міне осымен міне басқа тапсырмалар жоқ екен. Сонымен осы сіздермен бүгін бірінші сабақты аяқтадық. 81-ші бет бойынша. Келесі жолы мен екінші сабақты салатын боламын. Арнамнан алыстамаңыз. Егер сабағым ұнаса лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Goodbye.